Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тоғызқұмалақ ойыны. Тоғызқұмалақ ойыны қазақтың көнеден келе жатқан спорт түрі болып табылады. Тоғызқұмалақ ежелден келе жатқан қазақ даласындағы ең көп тараған ойын тақтасы 2 қазан, 18 отау, 168 құмалақ және де 2 тұздықтан тұрады. Таратқан құмалақ қарсылас командаға түсіп жұп болса, ұтып алынып қазандыққа салынады. Қазандығы 81 құмалақтан астам ойыншы жеңіске жетеді. Тоғызқұмалақ 4000 жылдық тарихы бар қазақтың интеллектуалдық ойыны. Тоғызқұмалақтың қазақ даласында кең таралғанын бірнеше облыстан табылған археологиялық қазбалар дәлелдейді. Бұл ойынды қазақтың кемеңгері ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы сүйіп ойнаған. Абай атамыз ойнаған тоғызқұмалақ тақтасы музейде сақтаулы тұр. Ойын тақтасы 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақтан тұрады. Бір ойыншыда 81 құмалақ болады. Ойыншы ұядан бірнеше құмалақ алып, әр ұяға бір-бірден салады. Ақырғы құмалақ түскен ұяда құмалақ саны жұп болса, ойыншы өз қазанына салады. Ойынды бірінші бастаушы әркез ұядан бастайды, және қостаушы өзінің әркез ұясынан жалғастырады. Ал екінші ойыншы ойынды өз жүрісімен жалғастырады. Барлығы 9 ұя жарысады. Әр ұяда 9 құмалақтан болады. Ойын кезінде біріншіден бастап 8-ші ұяға дейін әркез 2 құмалақ болса, екінші ойыншы сол ұяға ережені сақтап 3-ші құмалақ салса, сол құмалақ түскен қазан тұздық деп аталады. Оқушылар, тоғызқұмалақ ойын ережесін жалпылама түсінген болсақ, осымен дене шынықтыру сабағын аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.